Бәріне сәлем, бүгін мен аниме тілінде амандасатын боламын. Бүгінгі менің қозғайтын тақырыбым бұл аниме туралы болмақ. Ну нахер. Отец. Сіздер аниме көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Менің одан хабарым жоқ, бірақ мен аниме көргенді атамын десем де болады деп айтпай қояйын енді. Бүгінгі видеода мен қалай аниме көріп задрот болғанымды айтатын боламын, ал ас болсын. Ең алдымен аниме көріп задрот болғанымды айтпас бұрын аниме сөзі қаяқтан шыққанын талқылайық. Аниме сөзі бұл ағылшындардың animation деген сөзінен шыққан. Яғни жапондар қысқарта салғанға короче animation деген сөзді аниме деп. Сіздерге бір қызықты факт айта кететін болсам, Жапониядағы барлық анимацияны аниме деп атайды. Сонымен аниме деген не? Аниме деген бұл махаббат, қайғы, өлім. Қысқасы аниме бірнеше жанрға бөлінеді. Мен білетін жанрлар ол сёнэн, изекай тағы басқа жанрлар білмеймін короче. Аниме шығаратындар негізінде таза қиялдар десек те болады. Мысалға One Punch Man анимесі. Общем, бұл анимеде бір тақырбас болады короче. Сөйтіп ол 3 жыл қатарынан тренировка жасап, мықты болып кетеді короче. Мықты болып кетеді дегенде ол короче барлық құбыжықтарды, инопланетяндықтарды бір удармен өлтіретін адамға айналады короче. Яғни ол кез келген жауын бір-ақ соққымен ақ жеңеді. Аниме деген сол үшін аниме. Жалпы мен анимені 16 жасымнан бастап немқұрайлықпен қарай бастадым. Яғни өзінің лайықты жасынан бастап қарадымғы короче. Яғни 16 жасынан бастап. Енді 16 жасынан демей қойын, енді кішкентайларға арналған анимелер бар шығар, бірақ мен енді 16 плюс жанрындағы анимелерді көрген болатынмын. Жалпы кішкентай кезімде де аниме көргем негізінде, бірақ мен ол кезде анименің не екенін түсінбейтін кезімгі примерно. Яғни дискіден көрген кезім ол, походу. Примерно сол кезде мен 3 немесе 4 жаста болғанмын деп ойлаймын енді, егер дискіден көрген болсам. Яғни сол кезде менің ағаларым аниме көретін, яғни ол анименің аты Наруто. Ал мен сол кезде анимені мультфильм ретінде қабылдайтынмын негізінде. Қазіргі таңда мен үшін топ 3 аниме ол Магическая битва, Наруто и Атака Титанов короче. Қазіргі таңда Магическая битваның 3-ші сезоны шыққан болатын, бірақ кейінгі кездері мен осы анимені көруге ерініп жүрмше. Бірақ көргім келіп жүр, бірақ ерінем көруге қазір. Рёйки тенкай. Фумамизус. Одан бөлек анимеде филлер деген нәрсе бар. Егер филлердің не екенін білмейтін болсаңдар, жалпы филлер деген ол бұрын болған оқиғаны айтады. Сол кәдімгідей адамның жынына тиеді. Жоқ, арасында бір-екі рет көрсетсе болады, бірақ 16 серия филлер көруге тура келеді. Соның сюжетін түсіну үшін филлердің аталары бұл Наруто немесе One Piece деп айта аламын. Білмеймін, Нарутода 100 серия филлерге дейін барады жалпы, ал One Piece'те кемінде 16 серия филлер көп екен. Сол адамның жынына қатты тиетіні бар да енді ше. Бірақ сен обычный аниме көретін болсаң, яғни бір сезонда 24 сериясы бар аниме көретін болсаң, сен ол анимеден онша филлерді кездестіре бермейсің. Бірақ сериясы ұзақ Наруто сияқты немесе One Piece сияқты анимелерді көретін болсаң, саған міндетті түрде филлер көруге тура келеді. Сол адамның уақытын кәдімгідей алады. Анимені ең минус жері осы филлер ғой негізінде. Өйткені филлерде басты кейіпкерлер онша болмайды, немесе басты кейіпкер ол кезде кішкентай болады короче. Яғни филлер деген, яғни анимені толықтыру деген сөз ғой жалпы. Яғни кейіпкерлердің бұрынғы басынан өткен оқиғаларын қайта есіне ала беруі. Кезінде мен аниме көрмейтін кезде тоже мен аниме көретіндерді жақтырмай жүрдім. Кейін мен аниме көріп бастағаннан кейін анимеге жеркенішпен қарадым, бірақ кейіннен үйреніп кеткен болатынмын анимеге. Жалпы анименің байыбына кіру үшін 3 серияның өзі де жетеді негізінде, бірақ мен сіздерге аниме көруге жалпы кеңес бермеймін. Өйткені аниме сенің адекватный өмір сүруіңе кедергі жасайды. Сондықтан да шынайы өмірді бағалаған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ қазір мен аниме көрмеймін. Қазір жасым 17-те, бірақ 16 жасымда мен анимені кәдімгідей көп көретінмін. Натуре сол кезде мен кәдімгідей задрот болған болатынмын аниме көріп. Бірақ қазір мен енді аниме көруді доғарып кеттім.
жеттім десем де болады. Мен ең алғаш рет аниме көрген кезде принципе менде осындай болды. Короче, жалпы аниме шығаратын адамдардың миы кәдімгі адамдардың миына ұқсамайтын секілді. Өйткені олар анимеге өте бір түрлі сценаларды қосады и солай аниме көпшілігіне танымал болады. Короче, жарайды, онда мен осымен видеомды аяқтаймын. Каналға жазылуды және де осы видеоға лайк басуды және де осы видеоға комментария жазуды ұмытып кетпеңіздер. Ал осымен мен видеомды аяқтаймын. Қош сау болыңыздар. Ал мен кеттім аниме көруге.